Дәулетбек Байтұрсынұлы қонақ. Орта мектепті бітірген жыл еді. 3 кісі үйге келіп түсті. Қыстың соңы, көктемге таяу шақ. Жол бастап жүрген атамыз орта бойлы, шағындап сыпайы ғана сақал қойған аққұба өңді жинақы кісі. Көзәйнек таққан жанары тесіліп қарамай, тез сыдырта қарап өте шығады. Қасындағы бір ағамыз ұзын бойлы, қараторы, қияқтай мұрты бар қалегез адам. Енді біреуінің ерекше белгісі есімде қалмапты. Әке-шешем жік жаппар болып, үлкен құрметпен қарсы алып, киімдерін алып, асталарына көрпе салып, әбігер болды да қалды. Біз де өз міндетімізді шама-шарқымызша атқарып жатырмыз. Қария алыстан қайырып, жөн сұрап, амандасып жатыр. Бұл маңдағы туыстардың атын атап, түсін түстеп, аман саулығын тәптіштеп отыр. Үлкендер бар кезде барыс келісіміз жақсы, жиі-жиі қатынасып тұрушы едік. Ескінің көзі кеткен соң, сол байланыстар саябырлап барады, деп бір-біріне тоқтаған ата, біз жақты көзмен бір сүзіп шығып: Байтұрсын, сен танығаныңмен мына балалар жағы мені білмейді. Өзім айтайын, арғы жағын айтпағанның өзінде сүйіндіктен бергісін білетін шығарсыңдар. Қой соймас, абақ, жайнақ деп келеді. Жайнақтан Байсерке, Жансерке, Абайыр, Байұзақ, Сұлтанқұл 5 бала тарайды. Сондықтан да жұрт бізді 5 жайнақ деп атап кеткен. Сендер Абайырдан тарайсыңдар. Мына біз Сұлтанқұлдың балаларымыз. Рахымбай болыстың баласы Әбдісадық деген аталарың боламын, деп бізді барлап тағы бір қарап алды. Айтқаным жетті ме, жетпеді ме, осылар тыңдап отырма дегендей сынай қарап тұрып, сөзді баппен сіңіріп айтуды ұнататын мінезін бірден байқадым. Әңгімесі ары қарай жалғады. Сендер көп жыл бойы көшіп қонып жүрдіңдер де, қайда қыстап, қайда жайлағандарыңды біле алмағандықтан іздей алмадық. Соңғы кезде аудан орталығында тұрақтапты деген сөзді құлағымыз шалды. Сондықтан мынау бауырларыңды таныстырайын, бір әңгімелесіп қайтайын деп ат басын бұрдық. Басқа бір жерде кездесіп қалсақ, осы жастар танымағандықтан сәлем бермей өте шығар. Біз өте жақын туыстармыз. Былай айтқанда, 2 туып бір қалғандармыз. Іргесі бөлінбеген 5 жайнақтың тұқымдарымыз. Мен түсінгендей болдым. Әкемнің жазып берген аты жөн шежіресінде бар болатын. Жайнақ балалары, айт болсын 28 жыл сұрапты деген сөз ылғи да айтылатын. Сүйіндіктің сүйкемесінен сақта деп, біз жақтағы албан абайлап сөйлеп, айылын жиып отыратын. Осы мәтелді кездесе кеткеннің бәрі айтатын. Мен кеңес өкіметінде оқыған адаммын. 30-шы жылдардағы қашқашты да дәм тұз айдап, осы Моңғолкүренің аттың тауына келіп қоныстандық. Кейін ел ортақтасып жиылғанда Ұзынбұлақ ауылында қалдық. Сол кездің оқуы мен 7 кластық білімім болғандықтан, бұл өкімет мені мұғалім етіп қойды. Содан Ұзынбұлақ аттың тауы, ортамыз, шетміз, қалқаты, Тасбұлақ жерінде көшіп қонып жүріп бала оқыттым. Жалпы 40 жыл мұғалім болып, қазақтан өзге ұйғыр, моңғол балаларын да сабақ бердім. Шәкірттерім 1000-нан асып кетті. Кеңес үкіметі жерінде жүргенде сауатымызды ескі оқумен ашып, әпитекті бітіргеміз, Құранды оқитын қабілетіміз болды. Сол үшін соңғы кезде ауылымыздағы мешітке имам етіп сайлап қойды. Қазір Ұзынбұлақтың молдасымын. Байқап отырмын, әңгіме түсінікті болды. Бағана келгенде-ақ ішім сезбеді. Сақал мұрт қоюы, киінуі, көзәйнек таққанына дейін басқаша көрінген болатын. Бұл кісі оқымысты, көпті көрген қария болды. Ендеше әңгімесін тыңдауды жөні келіп тұр екен. Шешем тез қимылдап, қонақтарға дастархан даярлады. Сол қолыма
кіршінің бір шетін ұстап, сол иығыма орамал асып, оң қолыма құман ұстатып, кісілердің қолына су құйдым. Су құюдың да өз жөні бар. Қылтаңды бүкпей тізеңді тік ұстайсың, беліңді иіп, аса сақтықпен суды аз да емес, көп те емес, уыстарынан асырмай құясың. Сорғалатып төге бермей, үзіп-үзіп 3 рет құясың. Егер болғанын сездіртсе тоқтай қаласың. Тағы да уысы ашылуы және тосылуы болса, 4-ші ретте құюға болады. Қолының суын сығымдап қысып сорғыта бастаса болғаны, оң қолыңдағы құманды шамалы уақыт жерге қоя тұрып, иықтағы орамалды баппен өзің алып қолына ұстатасың. Сонан соң барып келесі қонақтың алдына жылжисың. Біз бұны жасымыздан үйренгендіктен мүдірмей 4 кісі тұрмақ тойдағы үй толы 20 шақты адамға қыбырламай, жыбырламай, қипыжақтамай құйып шығатынбыз. Су құйып Әбдісадық атаның батасын алдым. Ағаларым да ықыластарын танытып жатыр. Әңгіме ұзақ отырып шәй ішілді. Артынан соғымның сүрісі сыбағасымен алдыларына тартылды. Еске алған кісі ескі асын сақтайды деп, біреу-міреу келіп қалар, ұят болмасын деп әтуерлеп соңына іркетін кәделі сүйек осы кезде қазанға түседі. Көп жылдан бері адасып қалып табысып жатқан туыстардың әңгімесі бітер емес. Кім қайда тұрады, кімнің неше баласы бар, келін алды ма, қыз ұзатты ма, 5 шайнақ Қытайдағы ұрпақтары, Қазақстандағы ұрпақтары, үлкендерден кім қалды деген сөздер бірінен кейін бірі айтылып жатты. Ата жөн шежіресі де біраз қазулап, айналамыздағы ру тайпалардың өткен кеткені сөз болды. Дастархан үстінде шешем 2 рет орнынан тұрып сәлем жасады. Бірі шәй үстінде болды. Әбдісадық ата кезекті бір шынысына алдындағы бауырсақтан бір тауын алып, шәйі ішіліп болғасын шынысына салып қайтарды. Мен оны шәй құйып отырған шешеме ұсындым. Шешем шыныдағы бауырсақты көрген соң орнынан тұрып, шыныны ұстаған бойы оң тізесін басып, иіліп, атаға сәлем салды. Көзінің қиығымен барлап отырған ата, көп жаса, бақытты бол қарағым деді. Шешем бауырсақты өзі алып, атамыздың шынысына жаңалып шәй құйып берді. Екінші сәлем келесі дастархан үстінде ет желініп болғанда жасалды. Табақты түбіндегі тамағымен келінге берші, деп әкеме ымдап. Әкем шешеме берді. Ол кісі тағы да тізесін басып, сәлем жасап, құрмет білдірді. Көп жаса, бақытты болыңдар деп қария батасын берді. Аталар мен әжелердің сарқытын ішкен екен деген осындай сәттерді айтса керек деп ойладым. Бұл